Ассаламалейкум, ардақты ағайын, қадірлі көпшілік. Майдың 16-сы, 5-ші ай, 2025 жыл. Естелік үшін түсіріп қояйын. Мынау көк пияздарымыз, мынау роза гүлдер. Шетте тұрған редиска, мынау қызылша, мынау көк пияз тағы да кейінгі. Мынау жоңышқа. Мерге бүгін тюльпан деген гүлден ектік. Мынау укропны. Мынау жалбыздың мынау екінші түрі. Мынау хрен. Мынау биыл еккен 5 түп талымыз жеміс тал. Алла қаласа келесі жыл, кейінгі жылдар саппаған шығар. Былтыр еккен қаралы, мынау алмалар. Мынау жоңышқамыз. Жоңышқаларымыз мінекей. Кішігірім игердік. Былтыр биыл есіктің алды. Пақ шіркін мына абрикос. Қап-қызыл боп биыл салды. Аллаға шүкір. Мына вишня талымызды салды мінекей биыл. Қызарып келе жатыр. Мынау қаралы былтырға. Алма талдыраның бәрі. Базарбай атамыздың әрбір айтқан сөздерімен өмірде өзімізді тәрбиелеп келе жатырмыз ғой. Анашым кішкентай кезімізден айтады Базарбай атамыздың даналығын, даралығын, қандай керемет тұлға болғандығын. Осы күнге дейін біздің санамызда сақталып тұр бәрі, жүрегімізде атамыз. Атам диқан болған ғой. Атамызға 100% ұқсамасақ та ұқсап бағуға тырысамыз. Жатқан жер жайлы болсын атам. Атамның өзі өлсе де біз үшін әрбір сөздері өлмеген ғой, мына жадымызда сақталып тұр. Мінекей үйіміз. Сеса бойсын құйып. 4 нағашымызға айтыр, Алла разы болсын, рахмет. Де көмектесіп кетті. Міне времянкамыз жаңадан салынған. Міне бау-бақша. Крупный планмен алайын. Мінекей есігіміздің алды. Бұл күндерде бір естелік қойғайындар. Аман болайық. Дендеріңіз сау болсын баршаңыздың. Айнұр әпше жіберіп қоямыз видеоны.